Мына дініміз бауырлар сол нәрсеге бұйырады екен, жанды тазалап жүруге. Өйткені ол дерт, жанды дерт, ол жинала берсе, жанымыз ауырады бір күн. Сөйтіп жүрегіміз қараяды, сөйтіп жұмаға келгіміз келмей қалады, дәріске келгіміз келмей қалады, Құран оқығымыз келмей қалады. Ақырындап ол дерт адамды жаңағыдай жақсы амалдан тоса береді, адамды барынша нәпсіге бұрмалай бастайды. Ал жаны таза жүрген адам ол ақиқатты көре алады екен, ақиқат нәрсеге құлағы ести алады, ақиқатқа барлық нәрсені ақыл парасат жетіп тұратын адам екен. Біздің дініміз осы жанды тазалап жүруге де, тәніңізді тазалап жүрсіз ғой, сол секілді жаныңызды тазалап жүруге бұйырады. Жан тазалаудың ең бір жолы көп зікір айту екен. Көп не айту? Зікір айтып жүру. Зікір айтып жүрген адамның жаны таза болады деген. 40 күн үзбей Алла субхана ва тағала зікір қылған адам деген сөзсіз дұғасы қабыл болады деген. 40 күн тоқтамай зікір айтып беріңізші. 40 күннен кейін, одан кейін дұғаң қабыл болмаса, ғұлама кітапта сөйтіп келтірген. Уақытында Ахмад ибн Хамбал радиаллаху анху сол бір елге келеді, мешітке. Мешітке келсе, оны сол жердегі адамдар танымайды, ол өзінің Ахмадінде айтпай жатыр. Кейін құптан намаздан кейін сол мешіттің қызметкерлері оны мешіттен қуып жібереді. Мешітке кірмеңіз, мешітте жатуға болмайды, қалуға болмайды деп. Қарай, ол кезде тәртіп болған да мешітте. Кейін жаңа жарайды деп сыртқа шығып, мешіттің сыртында дуалда сүйеніп отырса, ол жерінде қуып жібереді ауладан. Жоқ, кетіңіз. Мешіттің ауласына кіруге болмайды деп. Кейін келесі тарапта наубайхана деп келеді. Сол нан жауып атқан бір кісі сол байқап қалады. Жаңа мешітке сыйдырмады, мешіттің сыртына сыйғызбады. Қарайды, жолаушы адам көрініп тұр бойынан. Кейін жаңа кісіні шақырып алып, өзінің наубайханасына. Наубайхана деген не ол? Пекарня, нан жауатын жер. Біреулер наубайхана деген не ол деп жатыр? Міне, адресін айтып жатыр. Мына жерде деп жатыр. Сондай наубайхананың адам байқап қояды да, сөйтіп жаңағы имамды, оны танып тұрған жоқ ол кісі бірақ. Ахмад ибн Хамбал екенін біліп тұрған жоқ дейді шыққан. Сөйтіп шақырып алып, жаңағы өзінің несін алып кіріп, жолаушы адам секілдісіз, осы жерде түней берсеңіз болады, мен сізге рұқсат етемін деп, кейін қарап отырса, жаңа кісі жаңағы нан жауып жатыр дейді. Ахмад ибн Хамбал одан сұрайды, байқаймын, нан жауып жатқан кезде аузыңыз жыбырлап бір нәрсе айтып жатсыз, тоқтамай. Байқадым соны деді. Не айтып жатсыз деді. Ол айтты, Алланы зікір қылып тұрамын деді мен дейді. Алланы зікір қылып, мен нан жауып жатырмын деді. Кейін Ахмад ибн Хамбал одан сұрады, осылай нан жауып жатқаныңызға неше жыл болды деді. 21 деген жылда айтады сол жерде. 20 жылдан астам уақыт өтті, Алла тағаланы зікір қылудан тілім тоқтаған емес дейді. Несін сынып кеткен ғой. Сол кезде Ахмад ибн Хамбал өзі қызығып сұрай бастайды. Онда сіздің дұғаңыз сөзсіз қабыл ғой онда дейді. Кез келген нәрсені сұрасаңыз қабыл болып жатыр ма, сіз оны көріп жатсыз ба? Деп ана қызығып сұрай бастады. Өткен кітапта келген нәрсе ғой бәрі. Оны ұстаз біліп тұр. Жаңа наубайхананың кісі айтып жатыр, Аллаға шүкір, мен сұрасам да сол мезетте бәрі бола береді дейді. Бірақ дұғам қабыл болмай жатыр бірақ дейді. Мүмкін емес дұғаңыз қабыл болу. Не нәрсе ол десе, сол қазір ғасырда Ахмад ибн Хамбал деген бір ғалым шыққан естіген едім. Сол кісіні бір көргім келеді көзіммен. Әрдайым сұраймын, дұғам қабыл болмай жатыр деп айтты дейді ана кісі дейді. Сөзі Ахмад ибн Хамбал жылады дейді. Көру былай тұрсын, Алла тағала сондай пақыр міскін құлын Алла тағала мешітке сыйдырмай далаға қуып шығып алдына кіріп берді деген ғой. Мен болам сол кісі деген. Қара, еш жерге отырғыздырмай оны. Бірден ана кісінің алдына келіп, сол кісі мен болам деп Ахмад ибн Хамбал айтты дейді. Сіздің дұғаңыз екен ғой, мен алып келген сияқтан деп. Міне сол зікір қылу арқылы көп, Субханалла, алхамдулилля, ва ла иляха иллаллах, валлаху акбар, ла хаула ва ла қуввата илля билля. Қайсы ыңғайлы тіліңізге? Немесе Субханаллах ва бихамдихи, Субханаллахил азим. Кез келген зікірді айтып, Алланы ұлықтай беріңіз, иншалла жаныңыз не болады дейді бауырлар? Жанымыз тазаланады.